Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте ерекше, дәмді, сондай-ақ кез келген мерекелік дастарханға әзірлеуге болатын салаттың түрін дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бізге қажетті заттар: сырные шарики, каналымда рецепті бар, помидор черри, зәйтүн майы, кедровый орешки, бальзамикалық және песто тұздықтары, салат жапырақтары. Ең алдымен салат жапырақтарын қолымызбен осылай бөліп шығамыз. Онан соң бұның үстіне зәйтүн майын құямыз және песто тұздығынан 1 шай қасық саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді салатымызды жинаймыз. Соусталған салат жапырақтарын осылай әдемі етіп тәрілкемізге саламыз. Черри қызанақтары, оны ортасынан тек 1 рет қана бөлеміз. Салат жапырақтарының үстіне осылай қойып шығамыз. Сырные шарики, оны да әдемі етіп осылай қойып шығамыз. Ең бетіне кедір жаңғағын саламыз. Соңында осылай бальзамикалық соус креммен әдемілеп осылай салаттың бетін әсемдеп қоямыз. Мінекей достар, біздің өте әдемі әрі дәмді және де оп-оңай жасалатын салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.